Хақ субханаху ва тағалаға сансыз мақтаулар мадақтар болсын. Сондай-ақ бізді адам баласы етіп жаратты. Адам баласының ішінде ең абзал етіп, мұсылмандардан етіп, өзіне басиетін қолдарынан етіп жаратқанына сансыз мақтаулар мадақтар болсын. Оның сүйікті елшісі пайғамбарымызға, отбасына, сахабаларына Алла субханаху ва тағаланың салауат. Қиямет күніне дейін ізгілікте ізінен еруші сіздер мен біздерге Алла субханаху ва тағаланың мейірімі жаусын. Маған хабарласқан кезде айтқан тақырып исламдағы әйелдің орны, дәрежесі және де қоғамдағы әйелдің орны деп екі тақырыптың басын қосып берген болатын. Исламдағы орнын білу үшін алдымен исламның алдындағы әйелге деген көзқарас қандай еді? Соған қысқаша тоқталып кеткім келіп жатыр. Себебі Омар радиаллаху анхудың сөзі бар. Жахилиятты білмеген адам исламды да білмейді дейді. Яғни ислам келу арқылы жахилиятты, надандықты қалай жойған болса, сол жоюы исламның дәрежесін білдіреді дейді. Ислам бізге не алып келді? Ислам діні, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шариаты бізге келу арқылы адамзат қандай қиыншылықтан құтылғанын сезіну үшін оның алдындағы қиыншылықтарды шамалы оқу керек, білу керек дейді. Соған қатысты әйел кісілерге қатысты сіздерде мағлұматтар азын-аулақ бар, білесіздер. Жаңа қыз бала туылса намыстанатын, қызаратын, тіпті барып көміп тастайтын да, әйелдердің жаңағы демалыс күндері келіп қалатын болса үйінен шығарып жіберетін, тамақ пісірткізбейтін. Не үшін? Бұл жаңағы лас деген секілді ұғымда еді дейді. Тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келместен бұрын тарихшылар айтады, 586 жылдары кәрі құрлық Европа елдерінде тіпті мынандай бахс дейді, зерттеулер жүрген дейді. Әйел адам өзі мақлұқ па, мақлұқ емес па? Ер адам секілді жаратылған нәрсе ма? Ол да құлшылық қылуға міндетті ма? Жаратылған болатын болса, ол шайтаннан ба, әлде періштеден ба? Яғни адамның қатарына кіргізбеген. Соншалықты әйел затты төмен санаған. Жаңағы со жаққа еліктеп, ойбайды батыстың мәдениеті деп жатырмыз ғой, батыстың өзі сондай көзқараста болған әйелге деген. Саллаллаху алейхи вассалам келген кезде әйелдің дәрежесін соншалықты көтергендігі, ана болатын болса, жәннаттың кілтін аяғының астына қойып салды. Тіпті бір сахаби күнә жасап қойып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына келеді, я Расулалла, күнә істеп қойдым. Күнәмнің кешірілгенін қалаймын, не істеймін деген кезде не дейді? Анаң тірі ма дейді. Қайтыс болып кетті ғой дейді. Қайтыс болып кетті ғой дейді. Сол үшін сенің алдын келіп тұрмын ғой дегенде, анам қайтыс болып кетті ғой дейді. Хасан әл-Басри жылайды, көзіне жас алып, анасы қайтыс болған кезде. Не болды сонша жылайсың? Бізге сабырлықты үйретіп жүрген сен емес пе едің дегенде, жәннатымның бір есігі жабылды ғой маған деген екен. Сонда әлгі сахабиға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, анаң тірі ма дегенде өліп кетті ғой дейді. Олай болса анаңның бауырышы дейді. Сіңлісі немесе әпкесі. Хала дейді араб тілінде. Тірі дейді. Бар соған жақсылық қыл, күнәң кешіріледі дейді. Күнәнің кешірілуіне тіпті сәбеп болатын, білесіздер, шафаат деген нәрсе бар. Күнә жасап қойсаң, араға түсетін, араша түсетін, ортаға түсетін дүниелер бар. Тіпті ананың орнын басатын, ананың бауырының өзі де, қараңыз, не деп жатыр, күнәнің кешірілуіне себеп болатын адамдардың қатарына апарды. Біз кейде бір ақ жүзді бір кісіні көріп қалсақ, немесе бір ұлағатты ұстазды көрсек, қасына барып дұға сұраймыз, біз үшін дұға етіңізші, балама дұға жасашы, ақыретім үшін дұға. Не үшін? Білесің, ананың дұғасы қабыл дейді. Ол кісінің жаңағы ізгі жан екендігін, араша түсе алатындығын, дәл солай ананың бауырының өзінде, яғни әйел кісінде қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қандай дәрежеге көтерді. Тек қана күнәнің кешірілуіне сол ғана себеп емес, бәлкім сол да бір себеп екендігін түсіндіріп кетіп жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Әлсіздерің арқылы сендерге рызық беріледі дейді. Әлсіз деп кімді меңзеп жатыр? Әйелдерді меңзеп жатыр. Үйіңде, яғни әйелің бар, қыздарың бар, әлсіз жандар болып саналады. Ар-риджалу қауамуна аля ниса дейді. Ерлер қуатты келеді әйелге қарағанда. Әйел заты қазақта да не дейді? Нәзік жандар деп айтады. Сол нәзіктер арқылы ризықтарыңа берекет беріледі дейді. Кейде қыз көбейген кезде отбасында шыны керек, ер кісілердің басым көпшілігінде болатын нәрсе, сәл ренжісі бар енді. Сәл ренжиді. Бір әріптесіміз ұлды еді, қызды болды.
өзінің отбасында қыз жоқ. Отбасымен ұлды жақсы көреді, қызды жақсы көрмейді онша. Мен таң қалатынмын, өзі дінде жүрген адам, бұл қалай деп. Соған Алла Тағала қыз берді, екінші перзент қыз болды. Тіпті оның әкесінің надандықпен бір айтқан сөзі бар еді келініне. Келін, қыз табатын болсаң үйіңе кете бер деген. Сол сөздер мені таң қалдыратын. Бұл қалай? Құдай көзін ашпаған ба? Намаз оқитын адам, түсінетін адам, баласы дін жолында жүр деп. Құдайдың сынағын қараңыз. Әлгі әріптесімізге Құдай қыз берді. Дәл сол сәтте ол тағы сира сабағы оған түсті. Сирадан сабақ беретін болды. Кафедрдан солай бөлінді. Сираны оқып отыр, жаңа айттым ғой, жахилиятты оқымаған адам исламда да дұрыс түсіне алмайды деп, Омар радиаллаху анхудың сөзін. Жахилият заманын келеді сирада. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өмірбаянында бірінші жахилият заманы оқылады. Сода жахилият замандағы қыз туылған кезде қалай жаңағы ренжіс білдіргендеріне жауаптар жазылады. Сонда мынадай бір сөзді оқиды әлгі әріптесіміз. Соны оқып, өзі қызына ақиқа беріп жатыр. 50-60 адам жинап, сол кезде көзіне жас алып айтып беріп жатыр. Адам егер дейді, бала дүниеге келген кезде қуанып, қыз дүниеге келген кезде ренжіс білдіретін болса дейді, ол демек ақыреттен дүниені қатты жақсы көретін адам екен дейді. Қалайша? Балаң сенің ақша салатын орның. Бар инвестицияны балаға саласың. Неге? Өсет, ертең күні маған қайтарады деген. Дұрыс па? Құранда Алла субхану ва тағала «Құл хуаллаху ахад» дейді. Айты, ол Алла жалғыз дейді. Не үшін жалғыз? Екінші аят оны растайды. Аллаху самад, себебі мұңсыз. Біз мұқтажбыз. Бір-бірімізге мұқтажбыз. Туылу үшін әке-шешеге мұқтажбыз. Қартайғанда балаға тағы мұқтажбыз. Екеуінің арасында теңдестерімізге мұқтажбыз. Солай ғой. Жалғыз өзім ештеңе бітіре алмаймын. Жалғыз өзім дүниеге келе алмаймын. Қартайғанда да өзім мәселемді өзім шеше алмайтын халге түсіп қалуым мүмкін. Бала-шаға керек. Құран ары қарай Аллах Тағала айтады: «Ләм ялид», ол туылмады, яғни әке-шешеге де мұқтаж емес. «Уәләм юлад», ол туылмады да, қартайғанда оған мұқтаж болатындай. «Уәләм якун лаху куфуан ахад», оның теңдесі жоқ ешқандай, екеуінің арасында мұқтаж болатындай. Мен теңдестеріме мұқтажмын, мынаған мұқтажмын, мынаған мұқтажмын, мынаған мұқтажмын. Бір өзім барлығын істеп үлгере алмаймын. Алла субхану ва тағала бұның барлығынан ада, пәк екендігін айтып жатыр. Демек біз бала туамыз не үшін? Қартайғанда оған тағы мұқтаж боламыз. Солай ғой. Сол үшін сол баланы оқытамыз, жетілдіреміз, білімді болсын, білікті болсын, жоғары болсын. Түбінде келгенде не мақсат? Ол министр болып отқаннан пайда не егер сен қарттар үйінде отыратын болсаң? Түк пайдасы жоқ. Ол мейлі тракторист болсын, бірақ сені бағып отса, одан пайда бар. Дұрыс па? Демек біз саламыз балаға нені? Қартайғанда маған қарасын деп. Ал қызшы, қазақтың ұғымында қыз жаттық. Жат жұрттық ол, кетеді ол. Мейлі оған сал қаншама, бірақ бәрібір ол кетеді. Ол бүгінгі таңда ғой сәл жаңағы өзге елдің менталитетіне қызығып, қыз жаны ашыр, ойбай қыз бағат, қыз қарайды, күйеудің намысы қайда қалды сонда күйеу баланың? О, қызым жақсы, қайта қызым жақсы. Сәл бір нәрсе болып қалса, тар құрсағыма сыйған кең үйіме де сияды, кел айналайын. Бұрын ондай емес еді. Қызға салынған нәрсе болды, кетті ол, қызбен бірге кететін еді. Солай емес па? Демек қызға салынған дүние бұл дүниеде қайтпайды деген ұғым. Бірақ ақыретте қайта деген. Сол үшін де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кімге де кімге Құдай Тағала 3 қыз берсе дейді. Неге? Баланың да шығыны оңай емес қой. Балаға да қарайсың, бірақ баладан қайтады бәрібір. Сол үшін сен оны міндет қылмай-ақ қой. Ал қызға салған дүниең қайтпайды, ол кетті ақыретке. Үшеуін де жетілдірсе, өсірсе, тұрмысқа берсе дейді. Аллах Тағала онымен тозақтың арасына қалқан қояды дейді бір хадисте. Бір хадисте жәннатқа баратын жол болды. Яғни жәннати дейді. Менімен жәннатқа бұлай болады дейді. Яғни көрші болады дейді. Жақын болады маған дейді. Не үшін? Оған барыңды салдың, білесің қайтып келмейді, яғни ақырет үшін істеген нәрсең. Тура біреуге садақа берген секілді. Демек қараңыз, әлсіз деп жатыр ғой, нәзік деп жатыр қазақ тілінде, нәзік жандарға. Салған дүние қайтпайды, бірақ ақыретте сен үшін пайдасы бар. Бұның барлығы нені білдіреді? Әйел затының исламға дейінгі дәрежесі қандай төмен болатын болса, ислам келу арқылы әйел затының дәрежесін жоғарылағаны. Кейбір дін дұшпандары бізге айтады, сендер әйелдің құқығын көтердік дейсіңдер,
исламға дейін ондай ет бұндай ет деп айтасыңдар, бірақ өздерің таптайсыңдар дейді. Қалайша? Мысалы дейді, сендерде мирас деген нәрсе бар. Сендерде деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шариғатын айтады. Мирасты білесіздер ғой, кісі қайтыс болса, қалған малы бөлінеді. Кімге? Жақын туыстарына. Енді сол жерде бір кісінің екі қызы мен бір баласы қалған болса, 1 миллионы қалған болатын болса, қалай бөлінеді? 500 мыңы балаға, 250-250-ден екі қызға беріледі. Сендер құқығын жеп атсыңдар дейді. Негізі 333-тен бөліну керек еді дейді. Ислам шариғатымыздан терең хабары жоқ адам не дейді? Шынымен де солай екен ғой, неге олай молдаке дейді. Бұл жерде анықтап математикалық есепке салатын болсақ, керісінше балаға аз беріліп жатыр. Неге? Себебі дінімізде әйел кісінің егер мына бір 4 санаттағы ер кісілер болатын болса, ол әйел өз тамағын өз тауып жеу міндетті емес. Күйеуі болмайтын болса, әкесі, болмаса бауыры, болмаса баласы. Егер осы 4 еркек бар болатын болса, ол әйел өз тамағын өз тауып келіп жеу міндетті емес. Осылар бағу керек. Демек 250 мыңы бар, құртпайды оны, міндетті емес құртуы. Аштан өліп қалса сұралады қияметтің күні. Неге 250 мың теңгең бар бола тұр, аштан өлдің сен? Неге тамақ сатып алып жемедің деп сұралады. Бірақ бұл жерде сұралмайды, егер 4 еркек болатын болса. Сол 4 еркектің бірі. Күйеуге шықты ма, онда күйеуі басқаларының мойнынан түседі. Күйеуі жоқ па, баласы бой жетіп, ер жеткен болатын болса, бағу міндет шешесін. Жоқ па, бауыры, әкесі деген секілді. Егер олар да жоқ болса, тіпті қоғам тастамайды. Қоғам жауапты болады екен сол әйелге аштан өлмеуіне қарау. Әмир, сол жердегі басшы. Демек, 500 мың теңгені алған бала екі қарындасын бағу міндет деген. Одан бөлек әйелі бар, бала шағасы бар. Ана екеу 250-200 мың жанына тық қойып отыра береді, ештеңе істемейді, міндетті емес. Кім ұтылып жатыр? Ислам қорлап жатыр ма қыздың қақысын? Жоқ, қорлап жатқан жоқ. Енді қараңыз, ойлаңыз, сол әкенің миллион қарызы қайтып кетті. Мирас қалай бөлінсе, қарыз да солай бөлінеді. Ер жігітке көбірек беріледі. Екі қызға аздау беріледі. Неге? Нәзік жанды ол. Оның ақша табу мүмкіншілігі көп емес. Қазір ғой ол джинсейді киіп алады да базарға шығып кете салады, сауда істеп, мен саған жалынышты емеспін деп. Содан семья бұзылып кетіп жатыр. Екі мәселе. Біреуі материал тұрғыда мұқтаж емеспін саған деген нәрсе, мына жағын көтереді әйелдің. Екіншісі, үйіне барса, күтіп алатын әке-шеше бар. Егер кіргізбесінші үйіне, қоғамда да санаулы жерлер ғана болатын болса, ақша табу жолы, амал жоқ, шыдайды, нәпсісін басады. Бір адамға төмен кету керек қой, дұрыс па семьяда? Ер кісіге төмен кету ол діни тұрғыдан алсақ та, дәстүріміз тұрғыдан алсақ та, намыс бір жағы. Ол жібермейді оны. Сол үшін не істейді? Ашу келген кезде басылу үшін бір адам төмен кете салса, болды, кейін шешіледі мәселе. Кейде балаңа да ұрсасын, кейін ойлап қаласың, менікі дұрыс емес екен ғой деп. Мына жерде былай деп айтуым керек екен ғой. А бірақ төмен кетесің, кетпейсің сен. Неге? Сен жоғарысың одан. Сен оған жауаптысың. Демек, ислам математикалық есепке қарайтын болсаң, төмен деп ойлайды, бірақ негізінде оған жоғары дәреже беріп жатыр. Дәл сол секілді әйел затының үйленудегі көптігі, тәәддүдү зәужат дейді. Көп әйелге үйлену, әйелдің құқығын таптап атсыңдар дейді, тағы айналып келетін болса. Исламға дейінгіні қараңыздаршы, 10 әйел, 100 әйелден әйел ала беретін болған. Бәйбішенің балдары әкесі қайтыс болып кететін болса, әкесінің басқа күңдері бар, әйелдері бар, соларға барып шапанын лақтырып үлгерсе, соның иелігіне өтіп кететін болған. Қараңызшы, қандай зұлымдық. Ол шешен ғой, сенің әйелің, әкеңнің әйелі ғой. Жоқ. Ислам келді бұны татайды. Және де бірнешеу алып, көптеген әйелдеріне зұлымдық жасап жүретін еді, оны уақыт келе ме, келмей ме, очерт қашан келеді, оны шектеді. Бірақ ислам соңғы қиямет күніне дейін келетін шариғат болғаннан кейін, пайғамбарымыздың шариғаты басқа да мүмкіншіліктерді қарады дағын. Мүмкін мынандай жағдай болып қалып жататын болса, есікті ашып қойды, рұқсат. Егер алсаң, әділдік бола алсаң. Яхуди дінінде көптеген, жүздеген әйелдерге ала беруге рұқсат еді. Христиан діні келді тағын бір әйелмен шектеп қойды. Мына орысша киноны көресіздер ғой. Неке қиып атқанда не дейді? Неке қиып атқанда христиан дінінің киноларында. Қайғыда да, қасіретте де, қуанышта да біргеміз, бізді тек қана не ажыратады дейді? Өлім дейді. Неге? Ол шариғатында бар нәрсе ол. Жай еріккен нәрсе емес. Шариғатында солай олардың. Христиан адам үйленді ма, ажырасатын болса, діннен шығып кетеді ол. Кәпір болады. Ажыраса алмайды, ақысы жоқ ажырасуға.
болды. Қандай адам болса да сонымен шыдап өту оның несі? Шариғи міндеті болып қалады. Не үшін Алла тағала өйтіп қойды? Әйелдің құқығын жоғары көтеріп жіберді де еркектігін таптап қойды. Ол туңайтын болып қалса ертең. Немесе бір ведьма болып шығатын болса амал жоқ, шыдайсың. Неге ер кісінің құқығын таптады Алла? Жоқ, ол таптаған жоқ ол жерде. Ол шариғат уақытша шариғат болғаннан кейін, сол заманның талабына сай Алла тағала оларға солай шариғат берді. Оның алдыңғысы жүздеген әйелді алып оның құқығын таптап жатқан жоқ па? Жоқ, ол да уақытша шариғат болғаннан кейін заманның талабына сай Алла тағала оларға солай берді. Исламшы қиямет күніне дейін болғаннан кейін Алла тағала есікті ашық қалдырды. Міндеттеген жоқ. Шама келіп жатса, болып жатса, біреудің қызын жылатпай, ақысын жемей жатсаң, ер көзіңде. Ал енді, яғни айтқым келіп жатқаны, дін дұшпандарының осылайша шабуыл жасауға тырысады. Исламды әйел затының құқығын таптап жатыр деген лозунгпен. Негізі олай емес. Негізі көтеріп жатыр. Мен жаңа айтып кеттім, ақыреттік мәселелерде тіпті әйелді не қылды, шапағат шығып қойды. Жәннатты оның кілтінің астына қойып қойды. 3 қыз тәрбиелеп өсіріп жатса, жәннат деп жатыр. Пайғамбардың көршісі болады деп жатыр. Тозақ отына қалқан болады деп жатыр. Демек әйелдің дәрежесін көтерді. Көтерді екен деп, кейде өзінің құқығын қатты талап етіп, үйіп отырған, айрандай үйіп отырған отбасынан айырылып қалып қыз келіншектер де жоқ емес, бар. Келіншектеріміз. Неге? Құқығын көп талап ете берген кезде адам бұзылады. Исламда, қоғамымызда бүгінгі таңда әйел кісілерге өте қатты, әйел кісілердің дінге атсалысуына қатты мұқтажбыз. Қазіргі уақытта нәзік жандардың да дін саласына атсалысып, еңбек етуі қазір керек. Себебі мешітімізге келетін жамағатымыздың саны өте аз. Аз болғаннан кейін олардан шығып жұмыс істеп жатқандар одан да аз. Қанша адам намаз оқиды деп есептейсіз Қазақстанда? 16-17 миллионның қаншасы мұсылман? 11 миллиондай мұсылман. 11 миллион мұсылманның қаншасы 5 уақытқа келіп жатыр? Шамамен. Мешіттеріміздің квадрат метрмен есептейтін болсақ, жұмада толады ғой енді. 1 миллион, содан сәл асады. Енді соның ішінен 5 уақытқа келетін қанша? 1-2 қатар болатын шығар, болды иә? 1-2 қатар. Неге? 5 уақыт оқитын аз. Оның ішінде барып дінді таратып атқаны қаншама? Тағаз. Үйіне барып жеткізіп атқан тағаз. Сол үшін бүгінгі таңда әйелдер атсалысу керекті. Пайғамбарымыз саллаллаху келіп байғат берген кезде 70 адам, 18 әйел болған, білесіздер ме? Дінге еңбек етеміз, қызмет етеміз деген. Сол үшін бүгінгі таңда сіздердің де қоғамдағы рөл өте жоғары. Дінге атсалысуымыз керек. Мен бір нәрсені айта кетейін. Мекке алынған кезде, білесіздер, Мекке алынбай жатып, пайғамбарымыз саллаллаху қыспақ көріп, Мәдинаға кетті, Мәдинада қиналды. Мекке алынған кезде мәдиналық ансарларға мынадай ой келді. Біз барымызды бердік. Құрмамыз пісіп тұрса да жихад десе бәрін тастап шықтық, кеттік. Пайғамбар үшін бәрін бердік, тек пайғамбарға емес. Сахабаларына да келді, міне үйімнің 2 қабат, 2-ші қабат сенікі болсын. Міне мал дүнием жартысы сенікі болсын. Бәрін берді. Енді Мекке алынды. Пайғамбар өз отанына оралуға ақысы бар. Тек пайғамбар емес, басқалардың да үйіне келсе болады, дін таратса болады. Енді біз біраз өз тіршілігімізге назар салайық деді. Өз тіршілігіміз дегенде нені меңзеп жатыр? Тижараты бар, бизнесі бар, егіні бар, басқасы бар. 5 уақыт намаз қойып қояйық деп жатқан жоқ. Оразамызды қоя тұрайық деп жатқан жоқ. Дінін жалғастыра береді. Бірақ дін тарату жұмысынан сәл уақытымызды мына жаққа көбірек берейік. Себебі көп шығын кетті 10 жылдың ішінде. Біраз нәрсе жоғалттық деген ой келді. Кімдерге? Ансарларға. Ансарлар кімдер? Сахабалар. Дінге көмектескен, Құранда мақталған, ерекше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи құрметіне лайық болғандар. Егер бір топ адам мына жақта тұрып, бір топ адам мына жақта болады, ансарлар мына жақта болатын болса, мен мыналарды таңдаймын деген пайғамбарымыз. Соларға сондай ой келген еді, Аллах тағала аят түсіріп жатыр. Аят түсіріп жатыр. Вала тулқу би айдикум иля тахлука. Өз-өздеріңді өз қолдарыңмен құрдымға тастамаңдар деп жатыр. Алла тағала. Демек,
дін ісін, дін жұмысы дамуын қоя тұрсын, мен өз тіршілігіме қарайын деген адамға түсіріп жатыр Аллах Тағала. Еще кім ол? Сіз бен біз секілді жай әшейін 5 уақыт намаз бір өзімен өзі жүрген біреу емес. Дінге көп еңбек еткен ансарлар, соларға Аллах Тағала тәнбих, ескерту айтып жатыр. Өз қолыңмен өзің құрдымға тастама. Бүгінгі таңдашы. Құдайға шүкір, намазым бар, оразам бар. Әйтеуір адалдан табыс тауып жатырмын. Дін жұмысын тарату ұстаздар, имамдардың тірлігі ол. Діни басқарманікі, комитеттің тірлігі ол, менікі емес ол. Құдайға шүкір 5 уақыт намазым бар, болды. Деп жүрміз, басым көпшілік, дұрыс па? Аллах Тағала не деп жатыр? Өз қолыңмен өзіңді құрдымға тастау деп жатыр оны. Сол үшін дін жұмысына еңбек ету, мен айтып жатқаным, бәріміздің міндетіміз. Қияметтің күні бәріміз сұраламыз одан. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Баллиғу анни уалау ая. Менен бір аят болса да жеткіз. Бір аят болса да жеткіз деп жатыр. Енді әрине бұл еркектерге жүктелген дүние, бірақ әйел затының да ислам тарихын қарайтын болсақ, еңбегі аз болған жоқ. Еңбегі аз болған жоқ. Бірақ бір нәрсенің астын сызып айтқым келеді. Кейбір отбасылардың ер кісілері мінезіне жараса, қызғаншақтылығына жараса, жоқ деп рұқсат бермейді. Қанша білімі болсын, бала шағың тәрбиелі, болды, сыртқа шықпайсың дейді. Ол үшін ол қайырлы. Ол үшін ол қайырлы. Жоқ, рұқсат беріліп жатса, екеуі де бір салада істеп жатып, түсіністік болып жатса, әсіресе жасы үлкен егде апаларымыз жүрген жерлерінде тәлім тәрбиесін айтып жатса, мен аят хадис айт демеймін, тіпті тәлім тәрбиені айтып отырса да, кеше бір жерде отырдық, бір апамыз батырып келіндерге айтты. Батырып айтты. Бүгін келіндер мынандай болып баратсыңдар, мынандай болып барат. Жақпай жатыр көбісіне, нәпсіне тиіп бара жатыр, жалаңбас бүйтіп алып отыр барлығы да. Тағы сондай бір отырыста болдым, бір апамыз келіндерін мақтап, осы келіндер болмаса біздің тамағымыз ондай болатын еді, бұндай болатын болды деп, ақырын сыйлық бере салды. Сыйлық бәрінде бір орамал. Басың жауып жүр деген сөз ғой енді. Әдемі жеткізді. Яғни әркім шамасы келгенше ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Дінге қызмет етуіміз керек. Сіздердің рөлдеріңіз өте жоғары болу керек. Сол үшін бүгінгі таңдағы әйел кісінің қоғамдағы орны дегенге мен соғын қозғағым келді. Дінге қызмет ету әрбіріміздің міндетіміз. Ойламаңыздар, ол тек имамдікі, ненікі, солар сұралады қиметінен жоқ, сіздерді біздерді сұраламыз ертең күні. Кімдің қолында қандай мүмкіншілік бар, сонымен дінге әсіресе сіздердің сұрайтыным апалар, осындай ұйымдарды тауып отырып, қыздарға барып, анау университеттегі бітіріп жатқан мектептегі қыздарға көбірек тәлім тәрбие айтыңыздар. Қазақы сөздер көбірек есінде қалады біздің хадис аяттан қарағанда. Мысалы, бір кісіге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деді десең, көшеде жүрген, көп қона бермеуі мүмкін оған, бірақ қазақы тілмен, ұят қой мына тірлігің, ертеңгі күні деп сәл бүйтіп карта сызып беріп көрсетіп түсіндірсеңіздер, өмірден сабақ беріп, оған ұғынықтырақ болады.